Шығыс елдерінде итмұрынды көңіл-күй мен адамның күш-қуатын көтеретін қасиетке ие болғаны үшін аса жоғары бағалайтынын білесіз бе? Бүгінгі видео итмұрынның емдік пайдалы қасиеті және оны кімдерге қолдануға болмайтыны туралы. Сіздермен бірге Адам организмі каналы. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Итмұрын суық тиюге, жұқпалы ауруларға және өзге де дененің иммунитетін күшейтіп, жалпы әлсіздіктерге қарсы қолданылатын жабайы өсімдік түрі. Итмұрынды жараның бетін жазуда, қанды тазалауда, бүйректегі тастар мен құмдарды түсіруде және күйікте қолданылады. Сонымен қатар қан қысымын реттеуде, дененің кейбір ауруларға төзімділігін мықты етуге және геморрой мен қатерлі ісіктерге де пайдасы көп. Іш қатқанда және бүйрек, өт, қуық жолдарындағы мазалау кезінде итмұрынды қолданады. Итмұрын дәрумендерге өте бай жеміс түрі. Одан дайындалатын түрлі дәрі-дәрмектерді медицинамыз кеңінен қолданады, әсіресе асқазан және бауыр ауруларын емдеу кезінде. Құрамында С дәрумені көп болғандықтан оны дәрі-дәрмек ретінде ежелден қолданылып келеді. Шығыс халықтары итмұрынды аса жоғары бағалап, ол адамның күш-қуатын арттыратын және әдемілік пен керемет көңіл-күй сыйлайды деп санайды. Бұл жабайы өсімдік түрінен түрлі емдік шәрбаттар, сусындар, тұнбалар, қайнатпалар мен сығындыларды және шипалы өсімдік майын да дайындайды. Себебі халықтық медицинада бауыр мен өт қабы ауруларында, қуық қабынғанда, жүректің түрлі ауруларында, туберкулезге шалдыққандарға арнайы қабылдайды. Итмұрын басын дайындау үшін оның кептірілген жемісін қолданады. Дайындалған тұнбаны дері кезінде, яғни қайнаған соң бірден ішу керек. Оны ұзақ сақтауға болмайды. Итмұрын қайнатпасын дайындау үшін оны бір келі кептірілген жемісті 1 литр суда қоюланғанша қайнатып аламыз. Кейіннен оны сүзгіден өткізу керек. Өзіңізге ұнайтын дәмге қарай қант немесе лимон қышқылын қоссаңыз болады. Араластырып болғаннан кейін қоймалжыңды су құйылған ыдысқа салып, тағы жақсылап араластырамыз. Қайнатпаны осы тәсілмен дайындап көрсеңіз болады. Дайын болған қоймалжың сұйықтықты тыныс алу жолдарының ауруғанда, суық тигенде және басқа да ауру кезінде қолдансаңыз, тез айығуға көмектеседі. Кейбір адамдар оны қаназдық кезінде және қан айналым бұзылысында қан айналымды қалыпқа келтіру үшін жаңа піскен жемісінен тұнба дайындап ішеді. Бұның беретін пайдасы өте мол. Итмұрыннан дайындалатын түрлі тұнбалар мен шайларды, жалпы сусындарды үзбей үнемі ішіп жүрген адамның бойынан белсенділік, құлшыныс және ауруға бейім болмайтын мықты иммунитетті аңғаруға болады. Итмұрын тұнбасынан шай дайындау үшін 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық итмұрын жемісін салып, 10 минутқа эмальді ыдыста қақпағын жабық күйінде қайнатып аламыз. Дайын болған шайды суытып, 1 күнге тұндырып қойсаңыз болады. Кейін күніне 1 стаканнан ішсеңіз болады. Бұл өсімдік С дәруменіне бай болғандықтан, оның құрамында адамның организміне қажетті көп микроэлементтер бар.
Итмұрынның құрамында Менделеев кестесінде кездесетін элементтердің тең жартысы бар десек те болады. Итмұрынның тамыры да, жапырағы да, тіпті жемісі де адамның ағзасына өте шипалы. Дегенмен пайдалы қасиетіне қарамастан, оның кері тұстары да бар. Мысалы, итмұрыннан жасалған тұнбаны тістің арасынан өткізіп ішуге болмайды екен. Себебі оның құрамында тістің эмалін кетіретін қышқылдар бар. Итмұрында өте көп аскорбин қышқылы бар. Бірақ бұл үнемі пайдасын бере бермейді. Себебі оның тым көп болуы организмнің кейбір тұстарына кері әсерін беруі мүмкін. Егер сіздің асқазаныңыз ауыратын болса, мысалы гастритпен ауырсаңыз, онда итмұрынды қолданбаған жөн. Итмұрынды шамадан тыс көп қолдану тромбтардың жиналу қаупін арттырады. Және егер сіздің қан қысымыңыз үнемі төмен болатын болса, итмұрынды мүлдем ішпеген дұрыс. Себебі бұдан дайындалған қайнатпа мен тұнбаларды ішу қан қысымыңызды мүлдем түсіріп жібереді. Итмұрыннан дайындалған түрлі сусындар немесе тұнбалар, шайларды көп қолдану бауырдың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Әр нәрсенің өз мөлшері бар, және кез келген нәрсені ішер алдында адам өз денсаулығын, жалпы организмнің жағдайын ескерген дұрыс. Сондықтан итмұрын пайдалы жеміс болса да, оның адамның организміне тигізетін кері әсері де жоқ емес.